Мен 30 күн бойы ағылшын тілін үйрендім. Негізі менің өребенім элементари, бірақ та сол өребенім фундамент болу үшін мен 30 күн бойы ағылшын тілін үйрендім. Егер де сіздер нөлден бастасаңыздар немесе A1, A2 болсаңыздар, мен қолданған план сіздерге болады. Айтпақшы, мен 30 күндік таблица шығарып алдым. Соған күнделікті мен птичка, яғни белгі қойып отырдым. Ағылшын тілі 3 саттан тұрады. Тыңдау, жазу, сөйлеу. Осы 3 сатты бір қалыпты дамыту керек, яғни бірге. Маған қиын болғандары тыңдау мен сөйлеу. Тыңдау бір қарағанда оңай сияқты, бірақ оңай емес. Өзіңнің окружениеңді ағылшын тілінде қылуға қажетсің. Өзіңді қинап көп тыңдап емес, өзің ұнайтын заттарды қарауға қажетсің. Яғни блогерлер немесе мультиктарды ағылшын тілінде өзіңе ұнайтын тақырыпта қарауға қажетсің. Пункт 2. Жазу. Мен өзімнің ютубтан қараған видеороликтарымды және де білмейтін сөздерімді бөлек дәптерлерге жазып отырдым. Пункт 3. Сөйлеу. Үй жағдайында сөйлеуді дамыту қиын. Мен көбінесе өз-өзіме сөйлесетінмін. Айнаға қарап. Hello Рахат, what are you doing? I'm speaking with me. Ең қызық жерге келдік. 30 күндік программаны мен ютубтан Стас деген жігіттен алдым. Оның конспектісін қазақшаға аударып, плюс тағы да өзімнің мәліметтерімді қостым. 30 күндік программаның ішінде не бар? Полиглоттың практика түрі, Айгүл деген ағылшын үйрететін апайдың видеолары, Фиксики, Gravity Falls және де Экстра дейтін сериал бар. Бірақ ол сериал маған аса қатты ұнаған жоқ. Плюс тағы да қосымша бар, Кейк дейтін предложение. Тыңдау мен спикингті дамытуға көмектеседі. Бұны мен 20-21 күндерде білдім. Қазір мен сіздерге A мен Z-ның айырмашылығын айтып бергім келіп отыр. A деген сөз one деген сөзден шыққан, яғни бір нақты емес объект. Мысалы, give me a chair. Өтініш, маған столды берші. Ол осы нақты стол деп айтып тұрған жоқ, кез келген стол, әйтеуір стол болса болды. Ал give me the chair десе, өтініш, маған осы столды берші. Яғни the деген сөз, this деген сөзден шыққан, осы нақты осы столды берші деген сөз. Басында 10 күнге дейін сен ағылшын үйренуге 3-4 сағатыңды жұмсайсың. Содан кейін 11 күннен бастап уже 2-2,5 сағат уақытың кетеді. Қорықпа, осы 30 күннің ішінде 1-2 күн демалысы бар және де материалдар жеңіл әрі қызық. Осы 30 күндік программаны описаниеден жазып ал. Басында барлығы қиын болды және жасағым келмеді. Бірақ менде мақсат болды. Кішкене қадамдармен алға ұмтылдым. Әрбір қадам сайын ағылшын тілі оңай әрі жақсы көре бастадым. Кез келген жерде мен ағылшын тілін үйрендім. Үйде болсам да, қонақта болсам да, қолымда дәптерім мен телефоным болды. Отыз күн өтті, менің нәтижелерім 2 есе жақсарды, бірақ та менің үйренетін заттарым әлі көп. Және де өзіңді қинап болса да, алға ұмтыл, сонда ғана сен дұрыс нәтиже көресің. Сенің қолыңнан бәрі келеді. Айтпақшы, каналға жазылып кет, тегін ғой.